Сәлеметсіздер ме балалар? Экранға назар аударайық. А санын Б санына бөлуді орында. Сіздерге міне А саны берілген және де Б саны берілген. А санының көбейткіштері 2, 4, 3, 15. Б санының көбейткіштері 2, 3, 7. Келесі А санының көбейткіштері 2, 5, 7. Б санының көбейткіштері 2, 7, 13. Ал бөлуді орындаңыздар. Өзімізді тексерейік. А-ны Б-ға бөлгенде, оны бөлшек түрінде жазып аламыз. Бөлшек түрінде жазып алғанда, бірдей сандар бөлініп кетеді. Сонда алымында 4 көбейтілген 5, бөлімінде 7. Тең 7-ден 20. Келесі А-ны Б-ға бөлгенде, алымында 5 қалады, бөлімінде 13 қалады. Ендеше біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз жай бөлшектің негізгі қасиеті. Оқу мақсатына назар аударсақ. Жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиетін қолдану. Жай бөлшекті жаңа бөлімге келтіру. Енді бөлшектің негізгі қасиеті. Егер жай бөлшектің алымында, бөлімінде қандайда бір санға көбейткенде, немесе бөлгенде, оның мәні өзгермейді. Мысалы, 49-дан 28. Бұл бөлшектің алымында, бөлімінде 7-ге бөлуге болады. Бөлгенде 7-ден 4 амалы шығады. Енді 7-ден 4 бөлшегін алымында, бөлімінде 7-ге көбейткенде 49-дан 28. Назар аударсаңыздар, бұл бөлшектің бөлгенде де, көбейткенде де мәні өзгерген жоқ. Жалпы түрі міне бұлай жазылады. Егер бөлшектің алымы мен бөлімі өзара жай сандар болса, бөлшек қысқармайтын бөлшек деп аталады. Қарасаңыздар, 49-дан 28 және 7-ден 4 өзара тең бөлшектерінің 7-ден 4 бөлшегі қысқармайтын бөлшек. Себебі 4 және 7 өзара жай сандар. Бөлшектің негізгі қасиетін бөлшектерді қысқартуда қолданады. Онда 3 жағдаймен қысқартуға болады. Бірінші, жай бөлшектің алымы мен бөлімін жай көбейткіштерге жіктеу арқылы қысқарту. Келесі, жай бөлшектің алымы мен бөлімін біртіндеп қысқарту. Ең кіші жай сан 2, сосын 3, сондай-ақ жалғастырып қысқартуға болады. Үшіншісі, жай бөлшектің алымы мен бөлімін олардың ең үлкен ортақ бөлгішіне қысқарту. 60 пен 26-ның ең үлкен ортақ бөлгіші 6-ға тең. Сонда 6-ға қысқартамыз. 21-ден 10 шығады. Енді сіздерге тапсырма. Шешімін тап. Берілген бөлшектердің ішінен өзара тең бөлшектерді теріп жаз. Экранға назар аударамыз. Қараймыз. Міне 6-дан 3, 4-тен 1, 4-тен 2, 3-тен 1, 9-дан 3, 3-тен 2, 2-ден 1, 2-ден 3 және 8-ден 2 бөлшектері берілген. Ал сіздерге уақыт беріледі. Ал тексерейік. 6-дан 3 тең 4-тен 1, тең 2-ден 1. Келесі 4-тен 1 тең 8-ден 2. 3-тен 1 бөлшегі 9-дан 3 бөлшегіне тең. Жарайсыңдар. Ал келесі тапсырма. Орындап көр. Бөлшектерді қысқарт. Сіздерге 3 бөлшек берілген. Ал бөлшектерді қысқартамыз. Сіздерге уақыт беріледі.
өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Біріншісінде 6-дан 2 шығады. Оны қысқартуға болады. 3-тен 1. Келесі 3 бөлімінде 3 көбейтілген 3, алымында 7. 3-ті 3-ке көбейткенде 9, 9-дан 7 бөлшегі шығады. Және де соңғысында 2-ці. Ал ойлан деген тапсырма. Жұлдызшалардың орнына натурал сандарды қойып, теңдік орындалатындай қысқармайтын бөлшектер жазыңыз. 4 дециметрді метрге айналдырасыздар. 280 грамды килограмға айналдыру керек. 25 литрді метр кубқа айналдыру керексіздер. Сіздерге міне берілген көмек 1 тоннада 1000 килограмм бар. Яғни 1 килограмм ол 1000-нан 1 тонна. 10 килограмм ол бізде 1000-нан 10 тонна. Сонда қысқартқанда 100-ден 1 тонна. Ал уақыт беріледі. Жауабымызды тексерейік. 10-нан 4 метр қысқартамыз. 5-тен 2 метр. Келесі 1000-нан 280 килограмм. Қысқартқанда 25-тен 7 килограмм. Келесі 1000-нан 25 метр куб. Қысқартқанда 40-тан 1 метр куб болады. Рефлексия синклейн тәсілін қолданамыз. Бірінші жол бір зат есім тақырыппен байланысты кілтті сөз. Екінші жолға 2 сын есім. Үшінші жол 3 етістік. Төртінші жол 4 сөзден құрастырылған бір сөйлем. Бесінші жолға кілтті сөзге синоним. Ал уақыт беріледі. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі тақырып бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Бөлшектерді қысқарт. 2 бөлшек берілген. Бұл бөлшектерді қысқартасыздар. Сау болыңыздар.